Мындан жалғайым. Зарядтайым. Зарядталғанына мынаған беремін. Проводтар үзік болмаса бірдеңе шығу керек. Қазір конденсатордың батареясын зарядтайым. 50 микрофарад. 10-12 вольт зарядтап тұрмын. Соны сразу енді зарядталған конденсаторды мына ток көзін ажыратып, зарядталған конденсатордағы зарядтарды шамға қосам. Сонда конденсатордағы электр өрісі, энергиясы болатындығын байқаймын. Жинамай қалды ма? Ол аз, анау конденсаторда заряд қашып кетеді. Мен 24-30 вольтқа апардым, одан да көп керек. Зарядталып тұр, енді ана түк жоқ. Қайтесіңіз бе? Бұл әсет лөппете қалу керек емес пе, иә? Иә, анау жарқата қалу керек. Или провод үзік, проводтар үзік, сол болмайды. Мен 24-30 вольтқа апардым. Ол қанша 50 микрофарад қойдым. Сол болмайды. Әне, жылдам апару керек. Мынаның заряды конденсаторда көп тұра алмайды. Конденсатор сапалы емес. Байқадыңдар, міне. Анау барынша 24 вольт. Анау 50-55. Мынау баспай қалды. Соны 60 микрофарад конденсатор заряд тинап тұр. Ажыратсақ, ол заряд қашып кетеді. Конденсатор сапалы емес аса сапалы емес. Содан заряд қашып кетеді. Қашып кетпес үшін заряд сақталып, сразу апару керек, жылдам. Жаңа бір болған. Әне. Қазір зарядта, демдағы зарядталады. Енді жылдам апару керек, соған байланысты болмайды. Әне. Міне, зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы. Ананы сразу ажыратып анаған жылдам апару керек. Байқалды? Иә, байқалды. Оны бірнеше мәрте жасап көру.